Саламатсыздар ма 9 сынып оқушылары? 1-тоқсанда алынатын 2 БЖБ-ны, яғни комбинаторика элементтері бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмасын түсіндіретін боламын. Оқушылар, егер қажет болса, каналымда 1 және 2 нұсқасы және физика, геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар, бұл БЖБ-да 3 тапсырма беріледі. 1 тапсырмасында бұлай делінген: А қаласынан Б қаласына баратын 5 жол бар. Мінекей мынау А қаласы, мынау Б қаласы. Мінекей мынау жолдар: 1 жол, 2, 3, 4 және 5 жол. Ал Б қаласынан С қаласына баратын 3 жол бар. Оны біз 1, 2, 4, 5 емес, А, Б, С деп белгілеп алсақ болады. А жол, Б жол және С жол. А қаласынан С қаласына Б арқылы неше түрлі тәсілмен баруға болады. Оқушылар, комбинаториканың көбейту ережесін қолданып, мұндағы 5 пен 3-ті көбейтіп 15 жол деп алсақ болады, немесе көш жүргізу үшін былай алсақ та болады. Мінекей, А қаласынан Б қаласына дейін жолдарымызды 1, 2, 3, 4, 5 деп белгілеп аламыз. Ал Б қаласынан С қаласына дейін жолдарды А, Б, С деп белгілеп аламыз. Сонда 1 А жол, 1 Б жол, 1 С жол, сон сияқты 2 А жол, 2 Б жол, 2 С жол деп мінекей санап жататын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 болады. Жаңа мен өзім айтқандай, 5 жол мен 3 жолды көбейтіп 15 жол деп алсақ болады. Немесе мінекей өздерің көріп тұрғандай осылай жазып шығарсақ та болады. Жауабын 15 жол деп аламыз. Оқушылар, 15 жол немесе мұнда жазсаңдар болады: 5 көбейтілген 3 тең болады 15 тәсіл деп. Енді келесі 2 тапсырмада 9 А сыныбында 28 оқушы оқиды. Оның ішінде 15 қыз бала және 13 ер бала бар. А тапсырмасында оқушылардың ішінен көшбасшы мен оның көмекшісі неше тәсілмен таңдауға болады. Оқушылар, көшбасшы біреу, көмекші біреу, демек 2 оқушы. Ал Б тапсырмасында 3 оқушыдан тұратын кезекшілерді таңдаудың неше тәсілі бар. Ең алдымен осы 2 тапсырманы орындап алайық. Оқушылар, барлығы 28 оқушы дедік, оның ішінде 15 қыз, 13 ер бала. А тапсырмасы бойынша көшбасшыны және көмекшіні таңдап алуымыз қажет. Ол үшін қайталанбайтын орналастырулар формуласын қолданамыз. Яғни А барлық оқушы 28, 2 оқушыны алуымыз қажет. Сонда бізде тең болады 28 факториал бөлімінде 28 факториал азайтылған 2 факториал болады. Енді тең, мұнда бізде 28-ден 2-ні азайтамыз, 26 факториал болады. Осы 26 факториалға қысқаратындай етіп, алымын 26 факториал көбейтілген 27 көбейтілген 28 деп аламыз. Сонда мұндағы 26 факториал мен 26 факториал екеуі қысқарады. 27-ге 28-ді көбейтеміз, сонда 756 тәсіл болады. Ал енді 2 Б тапсырмасы бойынша терулер қолданамыз. Бар жоғы 28 оқушы. Мұнда бізде тапсырмасы бойынша 3 оқушыдан тұратын кезекшілерді деп тұр. 28-ден 3 деп аламыз. Терулердің формуласына саламыз. 28 факториал, мұнда 3 факториал көбейтілген 28 азайтылған 3 шашқан сыртына факториал деп аламыз. Енді 28 факториалдың өзін жазып аламыз. 3 факториалдың өзі түседі. Мұндағы 28-ден 3 азайтамыз, сонда 25 болады. Оқушылар, 3-ті 1, 2, 3 деп аламыз. 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 деп аламыз. Біз жазбай қойсақ болады. Сонда 2 көбейтілген 3. Мұнда көбейтеміз 25 факториалды. Мұндағы 28 факториалды 25 пен қысқаратындай етіп 25 факториал
Одан кейін 26 көбейтілген 27 көбейтілген 28 деп аламыз. Мұндағы 25 пен 25 екеуі қысқарады. Мұндағы 26 мен 2 екеуі қысқарады. Мұнда 1, мұнда 13 болады. Мұндағы 3 пен қысқарады. Мұнда 9 болады. Сонда бізде алымында 13 көбейтілген 9 көбейтілген 28 қалады екен. Он үшке көбейтеміз 9-ды, көбейтеміз 28-ді, сонда тең болады 3276-ға. Енді оқушылар, келесі С тапсырмасында кезекшілер ішінде кемінде 2 қыз бала болсын деген шарт енгізген жағдайда 3 кезекшіні таңдаудың неше тәсілі бар? Оқушылар, бізде 3 кезекші болу керек, және оның ішінде екеуі қыз болу керек. Енді мұнда да теруді қолданамыз. Сонда бізде қыз бала 15 еді, басында мінеке 15. 15-тен 2 деп аламыз, және көбейтеміз. Екеуі қыз болатын болса, біреуі бала деп аламыз. Ол бала бізде 13 еді, оның біреуін бала деп алатын болса, қосамыз. Қыз бала 15, 3 кезекшінің үшеуі де қыз болуы мүмкін. Мінеке осындай өрнек құрастырып алдық, ары қарай есептейміз. Сонда 15 факториал бөлімінде 2 факториал, 15 азайтылған 2 факториал, көбейтеміз 13 факториал, 1 факториал, 13 азайтылған 1 факториал деп алсақ, қосамыз. Он 15 факториал, 3 факториал, 15 азайтылған 3 болады. Енді оқушылар, мұнда бізде, мұнда жазайық, 15 факториал, 2 факториал, мұнда 13, көбейтілген 13 факториал, бірді жазбай қойсақ болады. Мұнда бөлімінде 12 факториал. Қосамыз 15 факториал, астында 3 факториал, мұнда 12. Енді есептейтін болсақ, мұнда бізде 15-ның ішіндегі 13 факториал мен мынау факториалмен қысқарады. Сонда 14 көбейтілген 15, астында 2 болады. Көбейтеміз, мұнда 12 мен мына ішіндегі 12 қысқарады, сонда 13 қалады. Қосылған, мұнда бізде 12 мен 12 факториал қысқарады, сонда 13 көбейтілген 14 көбейтілген 15 болады. Астында 3 факториал, демек 2 көбейтілген 3, оны біз 6 деп аламыз. Қысартсақ болады. Мұндағы 14 пен 2 қысқарады, мұнда 1, мұнда 7. 7-ге көбейтеміз 15-ті 105, көбейтеміз 13. Мұнда бізде 15 пен 6-ны қысартсақ болады, мұнда 5 болады, мұнда 2 болады. Мұндағы 2 мен мұндағы 14 қысқарады, мұнда 1 болады, мұнда 7 болады. Сонда 13 көбейтілген 35 болып тұр. Енді екеуінде де 13 бар. Жақшаның сыртына 13-ті шығарамыз. Жақшаның ішінде 105 қосылған 35 қалады. Сонда 13-ті көбейтеміз 140-қа, тең болады 1820-ға. Сонда жауабы, оқушылар, 1820 тәсіл болады. Енді оқушылар, келесі 3-ші тапсырмада Ньютон биномы формуласын пайдаланып, А тапсырмасында бір қосылған AX-ның 5 дәрежесі өрнегінің алғашқы 3 мүшесін жазыңыз X дәрежесінің өсу реті бойынша. Ал Б тапсырмасында мынау өрнегінің жүктелуіндегі X айнымалысының коэффициенті 0-ге тең екені белгілі болса, А-ның мәнін табыңыз.
Оқушылар, ең алдымен Ньютон биномының негізгі формуласын жазып аламыз. Мінекей. А қосылған бұның n дәрежесі тең болады А-ның n дәрежесі қосылған коэффициент n-нен 1, А-ның n-1 дәрежесі көбейтілген b қосылған коэффициент n-нен 2, А-ның -2 дәрежесі b-ның 2 дәрежесі. Оқушылар, өздерің байқап отқандай, мұнда мінекей А-ның -1 дәрежесі, А-ның -2 дәрежесі, b-ның 1 дәрежесі, b-ның 2 дәрежесі. Демек, А-ның дәрежесі кеміп кете береді, b-ның дәрежесі өсіп кете береді. Енді мұндағы біз коэффициент есептеу үшін мінекей мына формуланы қолданамыз. n-нен 1, мұнда бізде мынау коэффициенттің мінекей n деген өрнек шығады, ал мінекей мынау коэффициентті есептеген кезде мінекей мынау өрнек шығады. Сол сияқты жақсылап қарап аламыз. Формулаға салып есептеген кезде мінекей келесі өрнек мынадай болады, келесі n-нен 4 бізде мынадай болады, ал n-нен бізде 1-ге тең болады. Енді осыны пайдаланып келесі тапсырмаларды орындаймыз. Енді оқушылар, мінекей мына өрнек бойынша А тапсырмасы бойынша 1 қосылған AX-тің 5 дәрежесі, мұнда бізде n тең болады, мінекей дәрежесі 5-ге тең. А тең болады, мінекей А қосылған бұның n дәрежесі тұр. Мына өрнекке қарайықшы. А қосылған бұның n дәрежесі, мұндағы мінекей n орнына 5, А-ның орнына 1, А тең 1-ге, b тең мінекей мына b тең AX-ге. Енді біз тапсырмасы бойынша осы 1 қосылған AX-тің 5 дәрежесі өрнегінің алғашқы 3 мүшесін жазыңыз деген. Ньютон биномының формуласын қолданып жазамыз. Сонда оқушылар, 1 қосылған AX-тің 5 дәрежесі тең болады, мұнда мінекей А-ның n дәрежесі деп тұр. Сонда А бізде 1-ге тең болатын болса, n мінекей 5-ге тең. Міне 1-дің 5 дәрежесі қосылған коэффициент n-нен 1, жаңа көрсетіп өттім. Міне n-нен 1 ол бізде n-ге тең, ал n бізде жаңа айттық 5-ге тең. Мінекей 5-ге тең. 5 А-ның n-1 дәрежесі, А дегеніміз бізде 1-ге тең, n 5-ге тең, сонда 1-ді азайтсақ 4-ге тең. Ал b бізде AX-ге тең. Сол сияқты мынау коэффициенті бізде мұнда мінекей мынаның орнына біз мына өрнектің шыққан мәнін қоямыз. n-нің орнына 5-ті қоямыз, 5-тен 1-ді азайтамыз 4 болады, мұндағы n-нің орнына 5-ті қоямыз, көбейтсек 20, 2-ге бөлсек 10 болады. Сонда 10. Енді мұнда 1-дің 3 дәрежесі болады. Жаңа айттым, А-ның дәрежесі кемейді, бұның дәрежесі артып отырады. Сонда А квадрат көбейтілген X квадрат болады. Қосылған. Енді келесі коэффициент n-нен 3, одан бізде мына өрнек шығады. 5, 5, 5-ті қоямыз. Сонда мұнда 3, 2, мұнда 5 болады. Сонда 3-ке көбейтеміз. А мұнда бізде 4 болады. 3, 4, 5 болатын болса, 3-ке көбейтеміз 4-ті 12, 5-ті көбейтеміз 60 болады. Оған 6-ны бөлсек 10 болады. Мұнда қосылған 10. А-ның мұнда 3 дәреже ма, енді 2 дәреже болады. Мұнда квадрат болса куб болады. 1-дің, мұнда оқушылар 1, мұнда көбейту бар арасында. 1-дің квадраты А куб көбейтілген Б куб болады. Мінекей осылай қалдырамыз. Енді келесі Б тапсырмасы бойынша 1 минус 2х 1 қосылған AX осының 5 дәрежесі өрнегінің жүктелуіндегі x айнымалысының коэффициенті 0-ге тең екені белгілі болса, А-ның мәнін табыңыз. Оқушылар, мұнда біз А тапсырмасында 3 мүшесін жаздық. Мұнда біз 5 дәрежесін толық есептейтін боламыз. 1 минус 2х көбейтілген 1 қосылған AX-тің 5 дәрежесі. 1 минус 2х-тің өзін жазып аламыз. Мұнда біз 5 дәрежені есептейміз. Мұнда мінекей 3 мүшесін жазып қойғанбыз, соны жазайық. 1-дің 5 дәрежесі қосылған 5 көбейтілген 1-дің 4 дәрежесі AX қосылған
10 көбейтілген 1-дің кубы, а-ның квадраты, x-тің квадраты, қосылған 10 көбейтілген 1-дің квадраты, а куб көбейтілген б куб. Енді мұнда қосу деп ары қарай жалғастырамыз. Мінекей оқушылар, мына Ньютон биномының формуласын саламыз. Енді біз жаңа мына 3 мүшесін жаздық, ары қарай 4-ші және 5-ші мүшесін жазатын боламыз. 4-ші мүшесі бойынша мінекей мына өрнектен бізде 2, 3, 4 шығады. Мұндағы 2, 3, 4 пен қысқарады, мұнда бізде 5 қалады. Сонда мұнда біз 5 көбейтілген, мұнда 1 дәрежеге қысқарады. 1-дің 1 дәрежесі, оны жазбай қойсақ та болады, көбейтілген а-ның 4 дәрежесі, көбейтілген б-ның 4 дәрежесі. Енді қосу, келесі коэффициенттен жаңа с-ның n деген мына формуладан мінекей n, яғни 5-те 5-ті қоямыз, мұнда 1 шығады. Мұнда біз 1-ді жазамыз, көбейтілген 1-дің 0 дәрежесі болады. 1-дің 0 дәрежесі көбейтеміз а-ның 5 дәрежесі, x-тің 5 дәрежесі. Оқушылар, мұнда бізде x мынау. Мұнда да x болады. Енді ары қарай есептейміз. Яғни 1 минус 2x-ті толық мына өрнекке көбейтіп шығамыз. Мына 1-ді осы өрнекке көбейтетін болсақ, дәл өз шығады. Мұнда 1-десін есептеп жазайық. 1-дің 5 дәрежесі 1, қосылған 5, 1-дің 4 дәрежесі 1-дің өзі болады, оны жазбай қойсақ болады. 5ax болады. Қосылған 10-ның а квадрат, көбейтілген x квадрат, көбейтілген 10, а-ның кубы, x куб, көбейтеміз, қосамыз. 5, а-ның 4 дәрежесі, x-тің 4 дәрежесі, қосамыз, а-ның 5 дәрежесі және x-тің 5 дәрежесі. Енді минус 2x-ті көбейтеміз. Сонда минус 2x-ті көбейтеміз 1-ге, минус 2x болады. Минус 2x-ті көбейтеміз мұндағы 5ax-ге, минус 10ax квадрат болады. Минус 2x-ті көбейтеміз, енді мынаған көбейтеміз, минус 20 а квадрат x куб болады, минус 20 а куб x-тің 4 дәрежесі болады, минус 10 а-ның 4 дәрежесі x-тің 5 дәрежесі болады, минус 2 а-ның 5 дәрежесі x-тің 6 дәрежесі болады. Толықтай жақшаны аштық, енді тапсырмасын орындайық. Мұнда бізде былай дейді: x айнымалысының коэффициенті 0-ге тең екені белгілі болса, а-ның мәнін табыңыз деп тұр. X айнымалысының коэффициентін алайық. Мұнда оқушылар бізде квадрат, куб, 4 дәреже, 5 дәреже деп тұр. Дәрежесі мінекей 5ax бар бізде. Және мұнда минус 2x бар. Енді x-ті жақшаны алын алатын болсақ, сонда бізде былай болады ғой: 5a минус 2. Бұны біз былай жазғанымыз дұрыс: 5a минус 2x. Мінекей осы коэффициент болып бізде. Сонда 5a минус 2 коэффициенті 0-ге тең екені белгілі болса, аны тап деп тұр. Сонда 5a тең болады 2-ге, а тең болады 2 бөлінген 5-ге, сонда а тең болады 0,4-ге. Жауабы а-ның мәні 0,4-ге тең екен. Оқушылар, түсінбеген сұрақтарың болса, пікір жазып сұрасаңдар болады. Каналға жазыңдар, лайк басып, өздеріңнің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.